Іле өзенінің оң жағасында Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи қорығы аумағында жатқан табиғаттың таң қаларлық құбылысы Айғайқұмға саяхат шөлдегі жасыл жазира Мыңбұлақ шатқалынан басталады. Мұнда өзімен аттас орманшы Кардоны бар. Кішкентай тоғанға құйылып жатқан тұщы бұлақ суы шағын алма бақ пен тораңғы тоғайға нәр береді. Бұлақтың айналасында үлкен 3 тал өсіп тұр. Осы төңіректе жиі болатын қатты желдің әсерінен талдардың діңгектері иірленіп біткен. Діңгектің қабықтары да қызық. Сырт қарағанда уақыт мен қалың әжім басып қартайып бара жатқан адамның келбетіне де ұқсайды. Расында да бұл ағаштардың жасы 200-ден 400 жылға дейін жетеді. Яғни талдың өзі бір тарих. Өз салмағын өз көтере алмай сынып кетпес үшін жуан бұтақтардың астына тірек қойған. Мыңбұлақтағы Кардонға таяу жердегі тіпті уақ тастың өзі табылмайтын сазды шөлде кісі бойымен бірдей 3 тас тұр. Бұл меңгірлерді ошақ тас деп атайды. Бұларды біздің заманымызға дейінгі мыс және қола дәуіріндегі адам баласынан қалған жәдігер деуге болады. Ежелгі адамдар бұл меңгірлерді түрлі мақсатта пайдаланған болуы мүмкін. Бірақ нақты қандай мақсаттар екенін енді дөп басып айту мүмкін емес. Түрлі аңыздар мен ертегілерде кездесетін мұндай алып тастар ежелгі адамдардың әдет ғұрып, ырымдарында белгілі бір роль атқаруда ықтимал. Мыңбұлақ шатқалы мен меңгірлердің және Айғайқұм шөгінің арасында тағы бір жазиралы жер бар. Ол Шоқан Уәлихан бұлағы. Бұл кішкентай бұлақ қамыс пен бұта басқан қалың тораңғы тоғайдың ішінде жатыр. Бұлақ суы біршама тұзды. Жергілікті әңгімелерге қарағанда, бұл бұлаққа тарихшы, этнограф, фольклор танушы, саяхатшы және ағартушы ғалым Шоқан Уәлиханов жиі келіп тұрған. Бұлақ жағасындағы салқын самалда отырып, ғылыми зерттеулерінің жайын ойластырса керек. Шоқан Уәлиханов бұлағы үлкен Қалқан тауының батыс етегінде орналасқан. Таудың қызғылт және сары топырағынан сирек кездесетін өсімдіктердің жасыл реңі анық көрінеді. Солтүстіктен оңтүстікке қарата 3 шақырымға созылып, шөл даладан 150 метр көтеріңкі жатқан Айғайқұм үлкен қалқан мен кіші қалқан арасындағы тар мүйісте жатыр. Айғайқұмның сары құмы қарауытқан кіші қалқанның түнерген қойнауына ұласады. Айғайқұм бұдан мыңдаған жылдар бұрын қалыптасқан. Жүздеген, мыңдаған, тіпті миллиондаған тонна құмды бір жерге жинау үшін қара желдің қанша еңбектенгенін ешкім білмейді. Кей аңыздарға қарағанда, бұл құм өзен қайраңынан шыққан көрінеді. Іле өзенінің шығысынан ұшқан құм тауға келіп, бірақ тіреліп, кіші қалқан етегін құшқан дейді. Осылайша жылдар бойы құм жиналып, Айғайқұмға айналыпты. Бұл құм әлде өсіп келеді. Кім білсін, күндердің күнде бір кездері өз аса алмай қалған кіші қалқаннан да асып түсетін шығар. Іле қайраңында құм да жетеді. 100 жыл бұрынғы сарынымен жел де соғып тұр. Қатты жел тұрғанда, Айғайқұмның үстінде құмнан жалау пайда болып, желмен бірге желбірегенде әсер қалдырады. Құм көшкін сыпыра айдаған жел кезінде Айғайқұмның беті сары түтінге оранып, ысқырып, гуілдеп ән салады. Дауыстың күштілігі соншалық 15 шақырым әрден естіледі. Айғайқұмға байланысты аңыз көп. Кейбірі бұл зұлым күштердің дауысы десе, кейбірі осы жерді қорғап қалған ежелгі сарбаздың жаны дегенді айтады. Аңыздың қай-қайсысы да
құм шығаратын ғажап дыбыспен байланысты болып келеді. Айғайқұм үнемі қозғалыста болғанымен, сыртқы тұрпатымен жатқан жері өзгермейді. Арада жылдар, ғасырлар өтер, ұрпақ ауысар. Айғайқұмның әнімен ұлы айғайы жалғаса береді.